Армысың қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бұл шығармашылық емтиханға дайындық курсы Зуылдақ. Бүгін номер 1-ші сұхбатымызды бастағалы отырмыз. Біздің қонағымыз Зуылдақ курсының түлегі, Евразия ұлттық университетінің шығармашылық бойынша 100-ден 100 балл иегері, менің болашақ әріптесім, журналист Нұрдәулет Алекул. Айта кетейік, біздің курсымыз онлайн түрде өтеді, сондықтан Нұрдәулетті мен алғаш рет өмірде көріп тұрмын. Нұрдәулет, қош келдің. Енді 100-ден 100 балл алғаннан кейінгі өмір қалай? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен дәл қазір осы жерде сұхбат беріп отырғаныма өте қуаныштымын. Зуылдақ курсын алғаныма да мен еш өкінбеймін. Себебі сол уақытта маған керекті материалдарды, білімді маған бере алды. Және де Ақнұр апай, сізге өте үлкен алғыс айтамын. Енді осы Зуылдақ жайлы сұрақтарыңызға жауап берсем? Нұрдәулет, білгім келіп отыр бұлай. Енді басқаларға да қызық шығар. Жалпы сен осы шығармашылық емтиханға дайындықты қашан бастадың? Мен шығармашылық емтиханға дайындықты бірден бастамадым. Мен осы мамыр айына дейін бүкіл упорды ОБТ-ға қойдым десем болады. Себебі мен түсіндім, егер де ОБТ-да мен шекті балды ала алмасам, онда мен шығармашылық емтиханнан 100-ден 100 алғаннан еш пайда болмайтын еді. Нұрдәулет, дайындық барысында өзіңе ең пайдалы болған бір әдіс түрі бар ма? Қалай дайындалдың жалпы? Мен негізінен өзім көп жазатынмын, алайда эссе жазудан менде бір соны жүйелі жазуда менде мәселе болатын еді. Содан кейін маған ең көп пайдасын тигізген ол жазылған эссені бірге отырып талдау. Мысалы, сізбен отырып, бірімізді көріп отырып, қателіктерімізді талдай отыру маған өте үлкен септігін тигізді. Себебі мен өзімнің қателігімді көрдім, және де ол қателікті қалай дұрыстау керектігін көрдім. Қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қай сәтте сен 100-ден 100 балл алам деп сендің өзіңе? Ондай болды ма ішкі сезім? Мен аламын-ау 100-ден 100 деген. Болды. Болды ма? Сенімді болдың ба? Енді сол туралы айтып берші. Мен негізі өзім бай мақтанған емес, алайда бір бастаған саламда мен жеңіске жетпей қоймаймын. Және де мен журналистика саласын таңдағаннан кейін мен бұған қалай таңдадым? Мен өзімнің қабілетіме қатты сенімді болмасам да, мен өзімнің еңбек ететінімді біліп, сол кезден бастап 100 алуға талпындым. Дұрыс. Осы Зуылдақ курсының түлегісің, сол туралы айтып берші, саған не үйретті, сен не алдың және не күттің курстан? Мен негізі курстан өзімнің қалағанымды және де одан көбірек те алдым десем болады. Уақыт өте келе, сізбен бірге мақала жазуды үйреніп, эссе жазуды үйреніп, одан кейін видеоблогтар жайлы сабақ алғаннан кейін, мен өзім бұл курс таңдағаныма өкінбегенімді көрдім. Қалай келдің енді? Қалай тауып алдың бұл курсты? Мен бұл курсты табуыма Ұлан газеті серіктес болды десем болады. Себебі Ұлан газетінің WhatsApp арнасында сөйлесіп отырған кезде маған бір хабар келді. Бір белгі секілді болды да, себебі мен сол кезде енді ойлана бастап едім, шығармашылық емтиханда не істеймін, оған қалай дайындаламын, не істесем болады деп. Сол кезде тік етіп маған бір хабар келді да, хабарды ашып қарасам, сіздің курсыңыз екен. Ай, бұл бір маған берілген бір белгі шығар дедім да, сізге кері байланыс беріп, солай келдім. Бір кезде Нұрдәулет жазды, привет апай деп. Сол привет апайдан кейін өзімде біртүрлі болып қалдым. Сосын енді курсты алса болды, оқытсам болды деп едім. Енді оған да үйрендік, Нұрдәулетке үйреніп қалдық. Енді Зуылдақтың ең алғашқы сабағы есіңде ме? Апай, есімде. Қалай болды? Түсіндің? Мен осы ең алғашқы сабақта жазған өзімнің эссеммен соңғы жазған эссемді салыстырып қарадым да, ең бірінші сабақта мен өзімді жақсы сезіндім да, өзім жаза аламын деп. Бірақ та мен өзім деңгейім қалай көтерілгенін соңғы сабақта сездім. Сол үшін маған бірінші сабақтың маңызы осындай зор болды. Курсқа қатысыңыздар, көрдіңіздер ме? Міне прогресс мысалы дейін да. Міне курстың ішінде ең есте қаларлықтай сәт болды ма? Менің ойымша болған сияқты. Болды апай. Оны сіз де мен де білеміз, және де көрермендер болса олар да білуі керек. Шығармашылық емтиханға эссе жазып дайындалып отырған кезде Сабинур екеуіңіз енді былай сөйлей бердіңіздер да. Содан кейін ол маған концентрация алуға кішкене мұрша келтірді. Содан кейін дауысын өшіріп тастап, өзіммен өзім отыра беріп, бір кезде дауысын шығарайыншы деп қарасам, сіздер маған қарап күліп отырсыздар. Содан дауысын шығарып, ау апай десем, сіздер әлі күліп отырсыздар. Содан кейін бір қарасам, Инстаграмда жүр екенмін. Жоқ, қараңыздаршы, адам деген апайының дауысын өшіріп тастай ма негізін? Жарайды, басқа оқушыларды өшіріп тастасын, басқасын өшірсін, апайының дауысын өшіріп тастаған. Біз Нұрдәулетті көріп отырмын, бірақ Нұрдәулеттен жауабы жоқ, отырмыз. Видеоға түсіргенге дейін де біз қайта-қайта айғайлап отырғанбыз, Нұрдәулет деп жауап жоқ. Ең соңында апай дейді, әйтеуір бәріміз күлдік.
біз түсінікті болу үшін инстаграмның қазір ссылкасын қалдырамын, және инстаграмнан мына жерде видео қосылады. Уайымдамаңыздар, бұны да көресіздер. Датаба апайдың микрофонын өшіріп тастаймын, адам деген. Нұрдәулет. A few moments later. Нұрдәулет. A few minutes later. Отыра бере алмайсыз. Few inches later. Звондаймыз ба, не істейміз? 12 seconds later. Нұрдәулет. 3 days later. Нұрдәулет. 3 weeks later. Many months later. 2000 years later. Не, конечно, мен де жауап бермейсің. 3:28 a.m. Нұрдәулет деп отырмын ғой. Енді Нұрдәулет нәтиже шыққан күнді есіңе алсаң, 100-ден 100 балл шықты. Мен бір қызық айтып берейін, жалпы Нұрдәулет 100-ден 100 алмастан бұрын мен пост жасап қойған 100-ден 100. Нұрдәулеттің өзіне жіберем, мына жақта визуализация жасап жатырмын мен деп 100-ден 100 алатындай болып уже канвамен жасап қойған. Ал енді Нұрдәулет өзің қалай сезіндің, не болды? Айтып берші. Енді ол сезім мүлдем бөлек десем болады. Мен емтиханның алдындағы түні еш ұйықтай алмадым. Емтиханға барарда бір өзімді жай сезіне алмадым. Бірақ та бар білгенімді жазып, портфолиомды қорғап, одан кейін үйге келдім. Былай қарасам, өте қатты шаршап отырмын да. Және де мен жауаптарым күтіп отырдым. Еш ұйықтай алмадым да. Одан кейін бір кезде жауаптар шықты деді, сілтемесін жіберді. Ашуға қорқып 2 минут отқан шығарым. Вот, шынымен 2 минут ашуға қорқып отырдым. И бір кезде ойладым да, ашайын дедім. Ашып қарадым, 100-ден 100-ді көрдім да. Олай қуанам деп ойламаппын, орнымнан секіріп кеттім. Енді әнияқты әкешем білмейді, олар қорқып кеткен. Одан кейін бір үлкен бір жүк түскендей болды да, және де өзіме деген бір мақтаныш сезім болып, ең бірінші сізге жаздым содан кейін. Молодец. Мен негізінен бірақ саған сенімді болғам. Нұрдәулет алады деп. Одан кейін 100-ден 100 балл алғаннан кейін мына курстың көмегі тиді-ау деген секілді айтты ма бір атаның? Не деді олар? Анам бір жөн айтты, Ақнұр пайма жаз деді. Ойбай. Анаңның есімі кім? Гүлбахар тәте, міне сіздің ұлыңыз молодец. Курсқа қатысып 100-ден 100 балл алды. Негізінен тек қана курс емес, жалпы адамның ниеті мен талпынысына да қарай, енді Құдай береді. Сондықтан енді Нұрдәулет мықты жігіт, мен алатынына күмәнім болған жоқ негізінен. Молодец. Сізге де көп-көп рахмет осындай керемет ұлды тәрбиелеп отырғаныңызға. Ал енді Нұрдәулет, енді ең бір қызық неге сәтке келдік, портфолио көрсетейікші. Бұл Нұрдәулет Алекулдың шығармашылық емтиханға дайындаған портфолиосы 50-ден 50 балл алды, және эсседен 50-ден 50 балл, яғни максималды балл алып отыр. Мінекей енді алғашқы беті. Мына, міне, қолыңызда отыр, көрейік. Біз бұл жерде менің өзімнің тәлімгеріммен қазақ тіліндегі тарихи сөздердің революциясын қозғап кеткен болатынбыз ғылыми жоба ретінде. Соны қорғап, бірінші дәрежелі диплом алдық. Так, енді қазақты тану, өзіңді тану дегеннен өзім бір шағын журнал жасаған болатынмын. Керемет. Мен өзім қазақ білуі тиіс мәліметтерді жинастырдым. Бұл жерден енді адам бәрін біле бермейді, бірақ та өте жақсы бастама деп білемін. Мен өзім кішкентай кезімнен ақындыққа өте жақынмын. Бұл жерде менің бір қызды жақсы көргем, сол қызға өте көп өлеңдер шығарғам. Өзім былай махаббатпен ауырғанды өте жақсы көремін. Ойбай, қиял. Бұл жерде енді мен бір орыс қызды жақсы көріп, орыс қызға ұнау десем болады. Орысша былай қиналғам, страдать еткем. Оларға кейін тоқтала кетерміз. Мына енді сыртын обложкасын қарасаңдар, уже оқушымның фантазиясының мықты екенін көруге болады. Білмеймін, бір қызбен тұрып, ұрсайын деп едім, жарайды қалдыра берейінші дедім бар ғой. Бұл жерде енді мен журналистика саласында жетістіктерімнің бір кішкене бөлігі, жазған мақалаларым жарияланған, бұл Ұлан газетіне жарияланған мақалаларым. Одан кейін бұл Ұлан газетіне түсірген видеоконтентіміз,
Және де өзімнің мақтанышым десем болады, Ұлан газетінің редакторынан ұсыныс хат алған болатынмын. Тамаша, күшті. Одан кейін сайттарға да көптеген мақалалар жариялаған. Оқып едік біз кезінде Нұрдәулеттің отыруы Алатау райында. Одан кейін ұстаз тілегі сайтына 25 мақала жариялаған үшін құрмет грамотасы. Күшті. Енді мынау Еуразия ұлттық университетінің ішкі конкурсы болған. Содан енді 23 балл жинап 3 балл ұтып алғанбыз. Енді шығармашылық емтиханға дайындалдық. Не могу прям. Мынау деген апайны алып жүрек қойыпты біле. Күшті. Тарих курсынан үздік болған. Одан кейін енді университеті. Жас тілшілер форумы. Болашақ ректорым. Одан кейін мектепте Экопро Экорпақ бағдарламасында волонтер болған. Керемет. Сол кезден бастап 5 қыздың ортасында жүрмін. Негізі бұл жерде 8 қыз, 3-еуі гримеркада отыр. Одан кейін айтыстан жүлделі 2-ші орын алған болатын. Кәдімгідей өзіңе айтысып шығара бересің. Ойбай, не деген керемет оқушы. Енді мектеп кезінен қолыма микрофон ұстаған болатынмын. Әрбір салада жүргізуші болып, көптеген еңбектерді қорғап. Керемет, өте жақсы. Мектеп кезінде жетістіктерім бір бөліктері, енді бұл жерде аса маңызды емес, интеллектуал сайыстардан. Сізде мектеп кезінде осындай бәлелерге қатыса беретін едік бар ғой. Өлең оқу жарысы дейді. Мектеп бойынша өлең шығарып осылай жариялаған. Онлайн негіз ғой жаңағы, карантин кез. Ондай емес пе? Ай. Так, кітап оққан жақсы көресің? Өте жақсы көрем. Енді мектеп директорынан ұсыныс хат бұл жерде. Енді бұл ең маңызды десек болады. Бұл енді менің журналистика саласындағы менің мақсатым, яғни менің планым десем болады, жоспарым. Ең біріншісі, мен Еуразия ұлттық университетіне оқуға түсіп, берік негіз қалап, журналистикалық этика, ақпарат жинау, факт-чекингті мойнынан дамытып, жақсы деңгейде аяқтағым келеді. Одан кейін бір орында қалмай, мен бір белгілі бір редакцияға жұмысқа кіріп, сол жерде өзімді көрсетіп, жинаған, қалай айтса болады, болашақ тәжірибемді одан әрі дамытқым келеді. Дәулет, енді цитатаны жалғастыр. Мен Зуылдаққа алғыс айтамын Өйткені бұл курс маған өте көптеген жетістіктерге жетуіме негіз болды. Менің бойымдағы көптеген қасиеттерді дамытуға себеп болды. Және де осындай мейірімді адаммен мен таныстырды. Керемет. Әрине, құрметті достар, осы 2025-2026 оқу жылында, яғни қыркүйек айында қайтадан бізде поток ашылады, сол кезде тіркеліп үлгеріңіздер деп айтқым келеді. Біз маусым айына дейін жұмыс істейміз, сондықтан сіздің де 100-100 балл алуға мүмкіндігіңіз бар. Бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. 100 балл алып өз арманына бір қадам аяқ басқан оқушымызға алғысымызды білдіреміз. Оның жетістігі талпыныстың, еңбектің, сенімнің нәтижесі. Бүгінгі бізде қонақта болған Нұрдәулет Аликул. Біздің келесі қонағымызды күтіңіздер. Кездескенше. Кездескенше.